Так, сәлем. Бүгін біздің сабағымыз 79-шы сабақ. 3 санына көбейту және бөлу кестесін бөлу дейді. Бекіту. Так, бірінші есептен бастайық. Олардың қайсысына төмендегі суреттер, ал қайсысына сызба салынған анықта. Алма бағанда әр қатарға 9-дан 3 қатар алма ағашы отырғызылды. Бақта неше алма ағашы бар? 9-ды 3-ке көбейтеміз. 27 ағаш бар. Келесі, Али ағаштан 15 алма үзіп алды, оның әр себетке 5-тен бөліп салды, Алияда неше себет алма болды дейді. Ол үшін біз 15-ті не істейміз? 15-ті бөлеміз. 15-ті бөлеміз 5-ке. 3. Так, 21 алма 3 себетте әрқайсысы теңдей бөлініп салынып, әр себетте неше алмадан салынды дейді. 21-ді 3-ке бөлеміз, 7 алмадан салынды. Так, қайсына сызба сызылған анықта. 3-ші есепке сызба сызылып тұр. Және қалған есептерге де сызылып тұр. Келесі екінші есеп. 3-ке бөлінетін 30-ға дейінгі барлық сандарды ата дейді. Так, 3-тен бастайық. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 және 30-дың өзі жатады. Келесі есепте екіншіміз 6, 15 3-ке бөлсек 5, 14 2-ке бөлсек 7, 12 3-ке бөлсек 4, 24 3-ке бөлсек 8, 12-ке бөлсек 5, 5 2-міз 10, 4-шіміз 12. Келесі 27 3-ке бөлсек 9, 5 3-міз 15, 21 3-ке бөлсек 7, 7 3-міз 21, 7 2-м 14, 18 3-ке бөлсек 6, 6 3-ке бөлсек 2, 18 2-ке бөлсек 9. Салыстыр дейді. 6 3-м 18, 7 3-м 21, қайсысы үлкен? 21 үлкен. 9 3-м 27, 9 3-м 27, қайсысы үлкен? Тең болады. 12 3-ке бөлсек 4, 12-ні 2-ке бөлсек 6, қайсысы үлкен? 6. 18 3-ке бөлсек 6, 18 2-ке бөлсек 9, қайсысы үлкен? 9. 27 3-ке бөлсек 9, 27-ге 3-ті қоссақ 30, қайсысы үлкен? Әрине 30. 24 3-ке бөлсек 8, 12-ні 3-ті азайтсақ 9, қайсысы үлкен? 9 үлкен. Келесі 5-ші есебіміз бір қарбыздың және бір қауынның массасы қандай деген сұрақ қойыпты. Так, екеуі теңесіп тұр. Мына жерде 3 қауынымыз бар және мына жерде де 3 қауынымыз бар. Ал мына жерде 2 килограмм кіртасы бар, 5 килограмм кіртасы бар. Бірақ екеуі теңесіп тұр. Бір қарбыздың массасын қалай табуға болады дейді. Мына жерде де қарбыз бен қауынның массасы теңесіп. Мына жерде 2 қарбыз, мына жерде 1 қарбыз. Мына жерде 3 қауын, мына жерде 3 қауын. Мына жерде 2 килограмм, мына жерде 5 килограмм. Демек, так, мына есепте 2 килограмм, 5 килограмм болса, демек бір қарбыз 1 килограмм деген сөз. Сонда, жоқ, бір қарбызымыз 3 килограмм деген сөз. Сонда 3 6 килограмм, мынауымыз 3 килограмм, мынау 2 килограмм, неше килограмм болады? 11 килограмм. Мынауда 3 килограмм, мынауда 3 килограмм 6, 6-ға 5 қосса 11. Демек, бір қарбызымыз 3 килограмм. Ал бір қауынымыз 1 килограмм.